Бабока бізде қазақша ысқақ қыз деп аталады. Алдымен бастамай тұрып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Ал ендеше ойынды бастаймыз. Нашым кеттім өлмейме. Сабағымды оқиыншы. Не бердікен үйге? Ақшамды қойып қойын, ертең сабаққа кетемін. Үйге не берді? Болдым сабақ оқып. Ақшамды барлығын салып алайын. Болдым. Енді ойыншықты шығарайыншы. Қандай ойыншық шығады келме? Маған. О, әдемі. Қандай күшті, әдемі екен. Маған қатты ұнады. Менде ойыншықтар көбейетін болды. Алақай. Анашыма барып келейінші. Ойыншығымды қойып қояйын. Анашым, ау, не болды қызым? Бүгін қалаға, паркке бір жерге барайықшы. Жарайды, бүгін ақша болса барамыз. Жарайды, анашым. Бүгін папаң ақша алып келетін болар. Я, бүгін папамыз жұмыстан келеді ғой. Ес, алақай, папам жұмыстан келеді. Алақай, алақай. Жарайды, енді сенің досыңа барып айт. Анашым, мен сізге айттым ғой, мен ол қызбен араласпаймын деп. Маған ол қыз вообще ұнамайды. Қызым, тәртіп сақта. Ана қызбен аралас. Ол сенің негізің ғой. Неге араласпайсың? Жоқ, мен оны ұнатпаймын. Ұнатасың. Мен саған айттым ғой. Нені айттың? Мен ол қызбен вообще сөйлескім келмейді. Сөйлесесің дедім ба, сөйлесесің. Жоқ, анашым. Мен сізге неше рет айтамын уже. Қызым, ол сенің туысқан, жақын туысқаның емес пе? Жоқ, маған бәрібір. Неше бөлмеме кеттім. Тамаққа шақырғанда тез келіңдер. Ана қызды шақырсын ба? Шақырмаймын. Жарайды, өзім шақырам. Сен бөлмеңе барды, сабағыңды оқы тез. Ойыншықтарыңды ана қызға бөліс. Бөліппесе не болатынын білесің. Жарайды, анашым, тек қана бір ойыншығымды бөлісемін. Я, хотя бы ойыншық бермейсің ба ол қызға? Неге беру керек? Ол тек қана сендік емес, оны әкеңнің екі қызға саған сатып алып кеткен жоқпыз, тек қана екі қызға бірдей сатып алып келдік. Жарайды, анашым, тек қана екі ойыншық беремін. Жарайды, хотя бы ойыншық берсең де болады. Жарайды, анашым, мен кеттім. Неге мен дейтін ойыншық берім керек? Оған берім келмейді. Жарайды, анашым айтқанда оған екі ойыншық берем. Қазір досыма барайын. Досым, не болды? Досым, мені кешір. Мен сенімен араласқым келген жоқ негізі. Сенмен енді араласамын. Ес, алақай, мен досым болатын болды. Жүр, мен саған ойыншықтарымды берейін. Алақай, мен сені қатты жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем ғой. Өйткені екеуміз егізбіз ғой. Я, егізбіз. Кеттік ендеше мен бөлмеме. Неге бөлмеме келдік? Енді мен саған осының ішіне екі ойыншық таңдайсың, я? Алақай. О, әп-әдемі. О, өте әдемі. Рахмет, досым. Тағы да біреу таңда. Рахмет, досым. Сен өте ақылдысың ғой. Рахмет, күшті ойыншықтар шықты. Мен кеттім бөлмеме. Жарайды, мен саған көмектесем ойыншықтарымды баруға. Жарайды. Мінеке келді, енді ойыншықтарымды қойым мына жерге. Рахмет, досым, саған көп рахмет. Я, мен сенің досыммын ғой, мен саған беремін ғой. Рахмет. Рахмет. Мен сені қатты жақсы көремін.
Екеуміз бірге дос боламыз. Иә, бірге дос боламыз. Жарайды, сен бөлмеңде кішкене отырайық, телевизор қарап. Жарайды. Өте күшті фильм болып жатыр, иә? Иә, маған ұнады. Маған да ұнады. Осындай фильм дейтін. Күнде рекламада осындай бірдеңелерде шығады ғой. Иә, шығады. Басқа фильмге ауыстырайық. Осы бітіп жатыр. Жарайды, ауыстырайық. Осыны қарайық. Иә, күшті екен, осыны қарайық. Робот қой, мынау. Иә, роботқа ұқсайды. Тамаққа келіңдер, қыздарым. Жарайды, анашым тамаққа шақырып жатыр, кет дегендеші тамаққа. Енді екеуміз бірге отырамыз. Жарайды, телевизор кетейік. Жүргеттік. Өте әдемі. Жарайды, неше тамағымыз жейік. Қыздарым, сендер татуластыңдар ма? Иә, анашым біз татуластық. Жарайды, енді осылай татуласып жүріңдер, иә? Жарайды, анашым сіздің айтқаныңызды істейміз енді. Жарайды, бөлмелеріне барыңдар. Жарайды, біз кеттік бөлмемізге. Досым. Ау, досым. Давай біздің бөлмеге қонайық, екеуміз бірге жатайық, бірге біз бөлмеде. Жарайды, жатайық. Анашымнан сұранайық, иә. Давай сұранайық. Өзім ойыншықтар таңдап тастайын өзіме. Жарайды, таңда. Саған да күшті ойыншықтар шығатын сияқты. О, әдемі да. Иә, әдемі. Ойыншықтарды да қоя салайын. Да қояйын, тағы да таңдайыншы. О, осы да әдемі. Тағы да таңдайын. Барлығын таңдап тастайын. Күтте тұр. О, әдемі. Мынау да әдемі. Мынау да әдемі. Кеттеген неше дос мамадан сұранайық. Анашым. Ау, қызым. Досымыз екеуміз менің бөлмемде бірге жатсақ болады ма? Иә, болады. Алақай, рахмет, анашым. Жарайды, бөлмелеріне барыңдар, да? Ұйықтай беріңдер, тұмбатты төсектеріне сала беріңдер. Жарайды, анашым, жарайды. Мен кеттім бөлмеме. Біз де барамыз. Ұйықтайын. Тезбеге жатайын. Достар, осымен бізде фильм бітті. Тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Тағы да күштісін, одан да күштілерін шығарамын. Осы соңғы серия. Давай, пока.